Дорама «История Леди Ок». Тарихи жанрда шығып жатқан жаңа дорама. 3-4 бөлімі шықса да, қазіргі таңның өзінде Кореяда танылып жатқан, рейтингі жоғары болып жатқан дорамалардың бірегейі. Бас кейіпкер ол бізде Ок Тэ Йон. Ол құқықтық мәселелер бойынша сарапшы. Ол қандай қиын шақ болса да барлығына көмектесуге тырысады, сондықтан да ол көпшіліктің сүйіктісі. Дегенмен де оның аты, күйеуі, статусы барлығы да өтірік. Бір күні Ок Тэ Йон баяндаушы жігітпен кездесіп қалады. Ол жігіт оның өтірігін білсе де, дәл осы қызға өлердей ғашық болып қалады. Әрі қарай қалай болатынын дорамадан көре аласыздар. Ең қызығы, дорамадағы басты рөлдегі актриса жаңа баяндаушы жігітті ойнайтын жігіттен 9 жас үлкен. Және бұл дорамада басты рөлде ойнаған актрисаны Слава дорамасынан білетін шығарсыздар. Нағыз зұлым кейіпкерді ойнаған еді. Бұл жолы мүлдем басқа кейіпкер, мүлдем басқа рөлде. Дораманың аты «История Леди Ок».